Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Айзада. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін дәмді, ең оңай салат түрін әзірлеуге кеңес беремін. Егер шұжық немесе дайын ысталған тауық еті болса, ешқандай өнімді алдын ала қайнатып та керек емес. Уақытыңызды үнемдеп, осындай оңай салатты видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, менімен бірге дайындаңыз. 350 грамм тауық төсіне тұз қосып, 25-30 минут қайнатамыз. Бірақ сіз ысталған тауық етімен немесе шұжықпен алмастырсаңыз болады. Бір дана үлкен пиязды ортасынан және әр бөлігін тағы да 2 бөлікке бөліп, жұқалап турап шығамыз. Достар, каналымның дамуына қолдауларыңыз өте маңызды. Сондықтан каналға тіркеліп, лайк басып, келесі жаңа видеоларымды өткізіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Пиязды шұңғыл ыдысқа салып маринадтаймыз. Ол үшін 1 шай қасық қант, жарты шай қасық тұз және 2 шай қасық кез келген 4 немесе 6% сірке суын қосып жақсылап араластырамыз. Басқа ингредиенттерді дайындағанша, осылай пияздың ашылығын кетіріп, маринадтауға қойып қоямыз. Келесі жұмыртқадан құймақ жасаймыз. Ол үшін бізге 3 дана жұмыртқа, тұз және 3 ас қасық сүт қажет. Табаға кішкене май құйып, қыздырып, үстіне жұмыртқамызды құямыз. Орта отта қақпағын жауып, 4-5 минуттай пісіреміз. Беті қатып, түсін өзгерткеннен кейін келесі бетіне айналдырамыз. Осы кезде пештің астын сөндіре салсаңыз болады. 3 дана қиярды видеодағыдай бөліп, жолақтарға кесеміз. Келесі 350 грамм қайнатылған және ысталған тауық етімен немесе тіл шұжықтармен алмастырсаңыз болады. Етті де видеода да жолақ тәрізді тураймыз. Жұмыртқадан оңай құймағымыз дайын болды. Бұны да біркелкі етіп видеода да тураймыз.
200 грамм ірімшікті үлкен үккіштен өткіземіз. Келесі 5 ас қасық 25% қаймаққа бұрыш, дәміне қарай тұз, 1 шай қасық дижон қышасын және 1-2 шай қасық ащы қышаны қосып жақсылап араластырамыз. Әрине, бұл заправканың орнына майонезді қолдансаңыз да болады. Салатты шұңғыл ыдыста жинаймыз. Қияр, тауық етін, пиязды қолмен сығып, артық суынан арылтып саламыз. Bir банка консервіленген бұршақ. Келесі туралған құймақты саламыз. Ірімшік, кішкене бөлігін үстінен әсемдеуге қалдырып қоямыз. Ең соңында заправкамызды құйып, жақсылап араластырып шығуымыз қажет. Ерекше дәмімен, оңай әзірленуімен және қолжетімді өнімдерімен таң қалдыратын салатымыз дайын болды. Тәрелкеге осындай дөңгелек пішін болса, ортасына салатты салып, дастарханға қойсаңыз болады. Әрине, өз қалауыңыз бойынша салатты қабат-қабат ретінде де жинап, немесе шұңғыл ыдысқа салып ұсынсаңыз да болады. Үстін қалған ірімшікпен шөптермен әсемдейміз. Осындай дәмді әрі ерекше салатты әзірлеуге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге дайындасаңыз үлкен рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басып, басқа да видеолармен достарыңызбен бөлісе кетіңіз. Аман сау болыңыздар.